Сәлем достар, сендермен Бери Пикс. Мен бүгін Хортон деген мультфильм көретін болам. Және бастаймыз. Мен бұны ВК әлеуметтік желісінен тауыптым. Мультимания деген группа тұр, мұны көріп тұрғандарыңыздай. Енді көретін боламыз, кеттік. Жартысын сіздермен бірге көрем, жартысын өздеріңіз іздеп табу арқылы көрсеңіздер болады. Себебі мен бұны алдын ала көріп қойдым, өте қызықты болғандықтан сіздерге де көруге ұсынып отырмын. Ал енді мен көруге жатырмын. Бастайық. Екі мың сегізінші жылы шыққан мультфильм екен. Ал енді көрейік. Бұл жерде айтып кететіндей, мына бір піл болады, сол піл бір планеталық бір жануарлар ма, сондай бір шар, кішкентай ғана үлпілден шардан, осындай үлпілдектен жер шарындағы бір адамдар тауады да, сол адамдар естиді ғой. Басқа жануарлар оған сенбейді, бірақ бұл айтады, сенбейді. Арада сондай дау болып қалған кезде ең соңында сенеді ғой. Дауысын естиді да оларда. Ал оған дейін мүлде сенбейді. Міне мынау тұр. Мынау гүлде тұрған аппақ шар. Осы басқа планетадағы жануарлар ма, адамдар ма түсінбедім. Солардың өмір сүретін мекені ғой. Жарким днем в середине месяца мая, прохладную ванну в реке принимая, слон Хортон нырял и резвился как мог. И тоненький вдруг услыхал голосок. Вот оно.
кенгуру с презрительным хмыком. Известна она не клыками, не рыком, а тем, что считает себя всех мудрее. Міне енді сіздермен жартысын көріп шықтым. Енді міндетті түрде сіздер де көріп шығыңыздар. Өте қызықты мультфильм. Және біздің каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.